Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақта видеоның беріні 21-ші күні. Бүгінгі салмақ 105. Бүгін салмағымды өшедім. Таңертең тұрдым, балкым, жаттығу, планка жасадым. Бір стакан лимонның суымды іштім, 2 стакан коллаген. Осыны ішіп жатырмын. Коллагенді өткенде көрмесеңіздер, коллаген туралы мына жерге тіркеп кетемін. Жерге ұмытып қалдым. Сол енді қазір таң асын дайындаймын. Кеше дейтін ешқайда шыққан жоқпын, жаңбыр қатты жауып кетті де, күн ысып, андай ауа дейді өте ылғал болып тұр. Сол себепті тек баланы ойнатып келдік, болды, басқа жерлерге барған жоқпыз. Сосын бүгінгі ас мәзірімді қарайсыздар, көресіздер, бұрынғыша ешқандай жаңалық жоқ. Салмақ өте аз түсіп жатыр, ол бір психосоматика бірдеңе шығар деп ойлаймын. 99 деген санды көру маған бір стресс емес, қалай бір қабылдау қиын сияқты ма, бұндай бірдеңе сияқты. 99 деген санды өткізбей тұр да менің организмім. Сол басқа жаңалық жоқ, бәрі бұрынғыша. Менің балам жерде жүр, шүкір бәрі жақсы. Жүр емек етін, әлі табаған кетір бана. Сол қарағандарыңызға рахмет. Күндеріңіз жақсы өтсін, бака-бака. Мен бірге болыңыздар. Қыздар, мен таң асымды видеоға түсіруге ұмытып кеттім. Сол себепті тек фото бар. Фотоны да тоже не үшін заставка үшін түсіргем. Сол осындай қарапайым бұрынғыша таң ас іштім, жұмыртқамен, көкөністермен, сыр, қара нанмен. Зәйтін бар еще. Қарағандарыңызға рахмет, маған ас болсын. Қыздар, менде перекуста орешки. Получается, бір орешка чуть-чуть. Осыны жеп аламын қазір. Көп жегім келіп тұрған жоқ, сол үшін просто қарын ашпасын деп жеп отырғаным перекусқа. Кешке дейін көріскенше. Қыздар, сендерге контент болсын. Бүгін мен дейтін бірінші рет қолдан түрік колбасасын жасадым, өзім жасадым. Бұрын өзіміздің қасапшыдан алатын едім. Енді өзім жасайыншы деп жақсы еттен алып, етті алып, көзімізше саған фарш қылып береді өзі. Жақсы еттен алып, майлы еттен, сосын қатты майлы емес те, енді міне көрдіңіздер, ақ болып жүргендер, сол майы. Сосын жолдасым алып келді 1 килограмм. Соны дейтін рецепт бойынша жасадым. Сырт негізі обычный андай немен колбаса жасайтын бірдеңе болады, өйткені кишечник сияқты ондай жоқ болғасын, сондай пищевая пленкамен жасадым, тоже можно. Соны бәрі қазір дейтін неге лақтырып тастаймын морозильникке, егер бәрі нормально күшті болып шықса, рецептісін сіздерге айтам. Турецкий колбасаны жақсы көретін адамдар болса, турецкий колбаса білесіздер ғой, біздің российский колбасадан айырмашылығы бар, өте айырмашылығы бар. Ол таза халал тамақ. Сол қазір кешкі тамағымды көрсетемін. Қайлы кеш қыздар, бүгін менде сорпа. Тамақтану жоспарында овощной деп тұр, көкөніс сорпасы, бірақ менде келле пача деген түрік сорпасы. Соны мына соленьені жеймін, бұл жолдасым үшін. Зеленмен бірге жеймін, лимон сығып. Бұл келле пача дегенді қазір көрсетіп кетем. Бүгін түсіруге ұмытып кеттім де сіздерге, бірақ фотосын келле дейді, қойдың басынан да салынатын сорпа, қойдың басын көрсетіп кетейін. Осылай бүтіндей терісін сыпырып сатылады. Мен дейтін бұны яблочный уксуспен тұз салынған суда кішкене батырып күткіздім, бір жарты сағаттай. Бұнан кейін жағын айырдым, тісін қақтым, бездерін бәрін алдым, тазаладым. Соны 2 сағаттың үстінде қайнаттым, әбден несі шығады ғой, бір езіліп, онда қатты езілмеу керек те еті, бір ғана сүйектің дәмі шығу керек сорпаға. Сосын сүйектің бәрін алып, бастағы барлық етті, майды, көзді, таңдай бәрін, тілін бәрін сыпырып алып, тап-таза сүйек қалады ғой, соны лақтырасызда таза ет қалады тарелкаңызге. Соны дейтін бөлек кастрюляға кішкентай сары майды қыздырып, үстіне чеснок саласыз. Чеснок кішкене негізі қыста ішілетін сорпа. Күн салқындап кетқасын, балам ішсін деп, ауырмасын деп, қазір грипп болатын кездер ғой, уже басталып. Сол үшін заранее иммунитетін көтеру үшін кішкене сарымсақты көбірек саласыздар. Сарымсақты жаңа сары майға қуырып, ішіне дейтін 1 қасық томатный паста салып, даже 1 қасық емес, жарты қасық
соны қуырып, сосын жаңағы тураған еткеніңізді үстіне салып, кішкене қуырып жібересіз де жаңағы бульонды үстіне құясыз. Осының үстіне болды. Кішкене қайнатып жібересіз. Сосын специядан қызыл бұрыш саласыз. Кішкене балаға беретін болсаңыздар ас саласыздар, балаға бермейтін болсаңыз ащы қылып, сарымсағы көп қылып, бұрышы көп қылып ішеді. Қара бұрыш, қызыл бұрыш салат болды. Сосын лимонный сок құяды. Қазір үш жерде мына жерде менде лимон бар, соны салам. Сонан да кисловатый ол дәмі болады сорпаның. Қысқа арналған, қыста адамдар грипп болғанда, салқын тигенде докторлардың өзі, дәрігерлердің өздері осы сорпаны ішіңдер деп кеңес береді. Докторға барсаңыз салқын тиіп. Сол себепті өте пайдалы, иммунитет көтеретін сорпа. Вот осыны ішемін деп жатырмын. Және де уже диетический көрдіңіздер ме? Ішінде еттен басқа ештеңе жоқ. Көкөніспен бірге жейсіз, нан ештеңе жемеймін. Сол қарағандына өзімнің тұздаған көкөністерім. Қарағандарыңызға рахмет. Ертеңгіден көріскенше. Пока-пока.